жеті ата. Бала, әке, ата, арғырап не деп айтады? Төрт атаны кім айта алады? Бала, әке, ата, арғырап төрт атаны не деп атайды? Емені шүбері шөпшек немені тоғышатты төмен қарқет қамаңыздар, жоғар қарады. Бала, әке, ата. Қалған төрді айта аламыз ба? Білмеймін дейді. Кім біледі? Құдағай білеміз ба? Бала, әке, ата. Өзім барайын, сұрақ көрейін. Тапсаңыз чайник сіздікі. Бала бірінші, екіншісі әке, үшіншісі ата, келесі. Бала, әке, ата. Атасының атасыны дейді? Ол ата. Өзінше бір ата олмаға дейді. Олай емес, олмаға дейді. Олай емес, олай емес. Кім айтылады? О, әпке сізден сұрақ көрейік онда. Қазақта жеті ата деген бар. Енді кішкентайлар көбінен жастар білмейді, сол жастарға сабақ болсын, біліп жүрсін деген жақсы бір ниетпен айтып жатырмыз. Ал қазақта жеті ата. Бала, әке, ата. Баба, түп ата, арғы ата. Екеуін айттыңыз. Екеуі қалып кетті. Бағил айтсын, жол-жолмен, дұрыс жағынан әдік. Ал, бір кетейінші бернегі бар. Бала, әке, ата. Бала, әке, ата, баба, арғы ата, тек ата, түп ата. Бір қолсап қойсаңыздар, қошемет қойсаңыздар. Сәт шатастырып, орындан шатастырып алыңыз. Бала, әке, ата, арғы ата, баба, түп ата, тек ата. Рахмет, бір қолсап қойсаңыздар. Міне, жауапты сұрауға чайник сіздігі. Құттығыз, бір қолсап қойсаңыздар. Рахмет, мұналғыз тамаша. Ал келесі ортаға келесіздер енді. Сұрақ Пернекүл ханым жайлы. Пернекүл ханымның туған күні қашан, қай айда, неше килограмм болып туылған салмағын айтамыз. Өзім туылып алған сен қол көтеріп жатсың ба? Бір адам қол көтеріп, мына жақтан әпкелерді қол көтеріп жатыр. Ашықтан әпкені шақырайыншы, сіз бадай қалдыңыз ғой. Қошемет, келіңіз атаға. Қош келдіңіз, сәпке таныс болайық, есіміңіз? Нұрсұлу. Нұрсұлу ханым. Ал енді Пернекүл ханым қай жылы туылған, қай айда, қай күні? 1962 жылы, 17 октябрь. Жауап дұрыс па, Нұрсұлу? Пернекүл ханым. Дұрыс. Пернекүл ханым, мен сөйтке түсіріп аласың. Естідіңіз ба? Дұрыс па? Дұрыс. Ал денесіне қарамай жасалыңыз, неше килограмм туылған? Сол жылғы. Я Пернекүл айтып жүрші, ешкілі туылған. Төрт кило дейді. Бір қол сапасаңыздар. Маманы қинаған екенсізді уақытысында. 4 кило. Бір шапалақ қошемет. Рахмет сізге деген ерекше сыйлық. Құтты болсын. Мынау сізге. Асықпаңыз. Тағы да подарок беріп, есінші өр. Тағы бір беріп, сұрақ қойып, дұрыс тапсаңыз беріп. Таппасаңыз ренжімейсіз. Ал, сұрақ қойын. Сиыр сауғансыз, осы қойын. Талай сиыр сауғансыз. Қазақта сұрақ енді. Қазақта 2 жастан асқан сиырды не деп атайды? Құнаш, 2 жастан асқан сиырды. Білмейді, тана? Жоқ. Онда есіңізде болсын. Қазақта 2 жастан асқан сиырды 3 жастағы сиыр дейді. Рахмет, болсаңыз әңгімден қалжырмай берейін. Оңай сұрақ қойын, тағы да оңай сұрақ қойын, беріп байындағаныз. Оңай сұрақ. Үй жануары, көкшөп жейді, тық-тық шабады. Ол не? Понял? Көкшөп жейді, тық-тық шабады. Үй жануары. Ат, ол ешек деп бәді дейді. Оңай дейді. Рахмет, болсаңыз әңгімден құтты болсын. Рахмет, тамаша. Жайында қалжыңбай, әпкемізге подароксы екеу болсын деп ойладыңыз. Әрине, рұқсат болса тағы да әрмен қарап қуанышымды жалғастырайық. Мұнда тағы да подарокілер қалды. Енді мен мына күшті бір подарокыны ең көп туған анаға берейінші. Пакетімен болсын берейінші. Бір емес 2 подарок арамызда ең көп туған анаға, Құда қаласа
мінекей келіндеріңізге сол кісінің жолын бере берсін. Алла бұйыртса, Құда қаласа баршан келіндеріңіз сол апаларым сияқты өмірге ұлдары қыздарды молмен алып келе берсін. Пернегүл ханым соларды бағып, қағып, аттарынша бастырып, лей ашып, шашып, түсіп, қаршығына құлап, тезек жауап жүре берсін. Алла солын жеткізсін. Ал енді көп туған ана. Қанша? Кім? Айжан? Бесеуақ дейді. Алтау кім? Сіз ба? Алтау ма? Одан асқан барша қазір көрейін. Алтау туды. Кім бар тағда? Алтаудан асқан. Құдайын берген шын. Неше? Болды ма? Алтаудан тоқтады ма? Болды ма? Алтаудан тоқтады ма? Сұрақ көрейін қай. Жетеу ішінде біреу бар ау деп жүрді. Жақында босана алмай деп отыр. Сонымен алтыдан тоқтадық па? 6-1. 6-2 көкеде қол көтердіңіз ғой deyalды. Тудырғандар үшін дейін өтсіз ба? Рахмет, Құда қаласы осы кісінің жолын әрине келінге бере берсін. Мынау сізге құтты болсын. Рахмет, мынауыз. Мағанның тамаша ол қыздары дайындаған тәтті тағам тортына да кезекті бұрайық. Ал ендеше қыздар жігітті торт дайын болса, отын жағып, светті сөндіріп, ортаға әсем әнмен қарсылайық ендеше. Тойларыңыз құтты болсын. Ал енді біздің Айжібек ұйықтап қалған жоқ па? Айжібек ұйықтап қалған жоқ па? Ұйықтады ма? Ояу болса бір оң қолын батырып, әжесінің қолынан, осы немерінің қолынан тәтті жаласы, шөбереген жесіндегі жақсы көрмей етпеген. Оң қолын батырайықшы, ала тұрайық. Жібек, бере тұр, Айжібек. Айжібек, өз қолыңызбен ұстап торттың бір әдемі жеріне батырыңызшы. Әжесінің қолынан, әжесі немерінің қолынан бір бал жаласын, перішті ғой, періштен қолынан бал жаласын, тәтті жаласын. Қошемет бір қол соқпайыңыздар, той құтты болсын. Ал апасы. Міне, немерінің қолынан тәтті жалау деген олса. Ой, рахмет. Мінекей тәп-тәтті бүгінгі кереметтей Айжбегіміздің бір жылда оған туған күннің тәтті торты құтты болсын, оң болсын. Әжесі, тәтті жей ма? Тегіз аламыз ба? Тәтті бола ма жеуге? Бір кішке тұрысын қойыңыз өзіңізді, кәне келin. Вилкамен әлді қолмен қылағаныз. Қазір бәрін де береді, апалар. Жемейін дейді. Тәтті немелеріңізді бір ұсынып қойыңыздар, міне. Бұл да тәтті жемейін жода. Мыналарың ем. Баяғада біз бір кәмпитті 10-ға бөліп жейттелік. Торты менсіме алды. Ал, кәне келin. Бәрекелді, кішкенелер есіне аласың. Әлмен жоқ. Ой, тамаша. Тапыда. Кішкенелер бала жұмыс болсын. Бәрі қызым қарап тұрғана кәмпитті алғысы келді. Қазір береді, сән асықпаңдар, береді қазір. Ал, кішкене ауыз дейік. Мына кісіге өсіңші ма? Ой, бәрекелді. Тәтті ма? Деп сұрағансың, кішкене өсің. Рахмет. Ал, өзіңіз қызыңызға өсіп қойыңыз. Ай, тамаша. Рахмет, енді қалған торты кесіп қалғанын қонақтарға таратайық. Әрине құтты болсын, оң болсын. Жейтін нәрсесі ма? Рахмет, қалған қонақтарға кесіп тарата қойыңыздар. Мұнағы білгенді, осындағы әрине тайқылындай тәуіскен, жас кезінде бірігіскен достарды, класстастарды, подружкілерін, Алла қосқан қосақтарыменен той төріне шақырып, бір әдем ақтектерінің жақсы бір ниеттерін тыңдайық. Қуаныш ұзағына сүйіндірсін, енді Пернегүл ханым осы отқан қонақтар тағы да бір 2 сағат, 3 сағат отырған қалайсыз ба? Қалаймын. Онда пакет таратпаңыз ешкілесіз. Уже таратып қойған сияқты ғой.
пакетті біраз назарғана пакетті тұр. Ал жарайды, ең басы үйдегілерге демалыс дейсің, жұғысты болсын. Әрине баршасына осындай той құтты жұғысты болсын. Ал әнеш мен ортаға классастар, жыры жолдастар, падышкілерді той төріне шақырайын. Файзулла, Рано, және де Жимал, Нұрсұлу, Фарида, Шынар, Сүндет, Нарипа, Бекзат келсеңіздер, Қалдығыз, Нұрлайым, Қалдыгүл, және де Полатбай, Артық, жұбайларыңызбен келсеңіздер, Әуез, Айша, Әшім, Раушан, Жұмаділлә, Әкім, Зүлфия, Сапар, Бағила, Ораз, Ұл болсын, Әбутәліп, Айжамал, және де Әзен, Назира есімді падыршкілері қоса келіңіздер. Халима, Фатима, Рүскүл, Астанадан келген Эльмира ханым, Шолпан, Үрсия, Күләш, Айгүл, Ойрат, Елдос, Диана, Айгерім келін дейді. Ал келе қойыңыздар достар, падыршкілер, классастар. Dostlar, oylar bastı. Padırşkілері аман болыңыздар, сіздерге де құтты шығысты болсын. Ал ендеше, ер кісілер бастап берсін, кейін әйелдер қоштасын. Әйел адам чарған ісінде ердің жолын кеспеген ғой. Ал, ер кісілер бастасын. Ассалаумағалейкум, құрметті көпшілік құдалар. Қош келіпсіздер, бүгінгі той құтты болсын. Ал Пернегүл, мектепке барғанда Пернегүл еді. Кейін Пернеш. Бүгінгі жасқа жатқан той құтты болсын. 60 жасың құтты болсын. Қыздың жасын сұрамайды дейді. Деген мені көпшілік айтайын, ауызға келгеніңді. Себебі, сенде қандай бақытты жансың ғой? Сенде саған қазір сұраныс бар. Иә, сұраныс бар да, біздің көпшілігімізде сұраныс жоқ. Сен бақытты жансың. Сенде сұраныс бар. Сенде возможность бар. 60 не ол? 60 дейді, там түс. Саған әлі кешке шейін уақыт бар. Ал денің сау болсын. Мынау өсірген ұл қызыңның қызығын, рахатын көр. Немерелер, шөберелер көп болсын. Жақсы күндерге мына жолдастардың, достардың арасында 4 күн түгел жиналып, осындай қуанышты күндерге жиналып жүре берейік. Әрқайсымыздың үйімізде осындай шаңырағымызда той болсын. Жұғысты болсын. Өте бүгін керемет әдемі болып тұрсын. Әрдайым осындай болып жүре берейік. Той құтты болсын. Өзімізге қол ұстап тұрайық, қалғандар ішіне бір-бірін күтіп, әдемі отырыс болып жатыр. Тағы да тілек жалғастырайық, кәнеге ағалар. Келіңіз көбі. Құрметті қонақтар, құрметті қой. Иә, Пернегүлдің падыршкілі Астанадағы. Иә, ақырғы кезде өзі мисс Астана болып жүр ғой, Пернегүл. Ал Пернегүл не дейін? Осы жағдайға осы дәрежеге жеткеніне өте қуаныштымын. Бұл өмірде қиыншылық та болды, қуаныш та болды, бар нәрсе болды. Міне соның еңбегінің зейнеті болып жатыр қазір. Міне балдарың саған той істеп жатыр, осы тойың құтты болсын, денсаулығы мықты болсын. Немерелер қызығына тоймай жүре бер. Особенно менің немерем бар ғой, Әшім Аташев дейтін. Ой, молодец. Менен қалмайды. Саған тілейтін денсаулығы мықты болсын, ешқашан көңілі түспесін. Жаңа шаман айтпақшы сияқты. О, тау түстесің ғой, әлі біреу тау болуың мүмкін дегенде. Енді ұйықтап болдың ғой, енді оян. Ал не дейін, осы
тойшыл қауым осы пернегүл тойында барлықтарың келгендеріңе рахмет. Осылай тойлар пернегүл той тойласа берсін, ана немерелерің өсіп қуанта берсін, сені бақытты болыңдар. Alttan gelirse söyleyip de sonunda o şöyle onu söylemem bu abi niye güneşi var? Söyleyin de siz. Lazım akıl. Selamatlarına hadi. Çok bağıştım. Ben de böyle bu kadar yapacağım. Ya kalps tematımız var, kalps oluruz. Cüzge gelip, kendini istikamesini o sadığa vermemiz ve cüzge gelip özün karayısından yemeğe böyle cüzge göre baksın diyor. Sol. Бұдан былай өмірің бақытты өмір сүр, бала шағаңның рахатын көріңдер, жалғыз ұлыңның қызығын көр, немереңнің атын құлағанда саған өз балаң өскенше немерең не дейді жаңағы не? Балаңа не деп едім саған? Қаташалап айтып едім ғой саған. Сонда енді қысқасы сол немерелердің қызығына тоймай, балаңның қызығына тоймай, ары қарай жүре бер. Енді бар қызығымыз солар немере, шөбере, қысқасы солардың өмірі, солардың қызығын қызықтау. Барлықтарына соны тілеймін, немере, шөбере қызықтап, барлығына сол өміріміздің қызығы болды ғой ендігі. Тағы не қалай? Ортамызда өте сыйлы адамсың, сыйлаймыз сені. Сол жақтан келіп атқанбыз сенің құрметің. Міне Астанадан, Алматыдан, Астанадан барлығымыз жүріп келіп жатырмыз. Ол сенің ортамызда ойып тұрған орның бар деген сөз. Әрқашан осындай бақытты, әрбір осындай қуанышты, жанында міне апам бар, сіңілім бар, бәрің бар, сенен бақытты інілерің бар, ағаларың бар, сенен бақытты жан жоқ. Әрқашан осындай өмір сүре бер. Тек жақсылықта тойда кетесек, сенің үлкен тойында кетесек, құда қаласа қыздар, балдар, жігіттер барлығына кластастарым шетелде тілейтінім сонда үлкен жақсылық, той болсын, 60 жылға бәріміз келе бер, тойларында кетесе берейік. Ендігі тоймейіп, берің көмешеңдер бір ақша. Vay rahmet, рахмет қойсаңыздар, қошеметтеп қойсаңыздар, еш іш пыстырмайтын апам екен негізінде. Аман болыңыз, деніңіз сау болсын, әр уақыт осындай көңіл күйде жүріңіз, қатаймаңыздар. Ал тағы да тілек жалғастырайық, кәдімгі құрметті қыздар, арулар, кімнен? Бүгін айтыңыз, қош келдіңіз. Рахмет. Ал құрметті тойшыл қауым, мына бүгін әдемі кештің тойы болып отыр. Болсын, жасы осыла берсін. Алланың берген жасын жасап, қалған елдің бәрі енді жасы болсын. Бәріміз енді алпыстық неғана келіп енді әдемі қартаюды Алла нәсіп етсін бәрімізге. Әдемі қартаю. Мен оқып, музыкадан, билеп, өлең айтып, бірге өскен қызымыз, әкеміне бір сағатпен сауық тілеймін зор. Бала шағаның рахатын көрдім. Негізі анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды деп, жақсы бала, ұл-қыздар ана ешқашан қартаймайды. Сол балаларының, ұл-қыздарының қызының рахатын көрдім. Осы немеренің арқасынан және немерелер ере берсін. Шөбере шөпшектер көріп, соның қуаныштарында сөйлес болып жүре берейін. Бақытты болып, өмірін ұзақ дейін. Денеш бүгінгі өз қуанышым құтты болсын, мерейтойым құтты болсын, денің сау болсын әрдайым, ден саулық болсын әрдайым, денің саулық болсын, көшіп отырған ұл-қызыңның рахатын көріп, солардың бастары көбейіп, немеренің артында шулар, оңашы көбейе берсін. Өзің әрдайым денің сау болсын, әдемі қартайып. Енді бір әпкелік құтты болсын, тойларыңыз той оласы болсын, денсаулығыңыз құтты болсын,
Алашар қызылды қышына тойына жүре береміз. Немере шөбері шөпсексіз осында әдемі болып, да красиво жүре береміз. Біз енді ауылдың атынан, қыздардың атынан Шолпан, Жайдаргүл, Анар, Гүлнар, Батжан. Қыздардың атынан сіздердің өзімізге арнаған сыйлығымыз бар. Ауылдың қыздардың атынан. Жанқадыршы, Абдулла, Бейтой, Құтылысын, Абышасын. Осы достардың алдына абыройлы сыйлы жүлделер Алла жаса юбилей көп болсын, ең ұқсатып, Алла жаса 6-ші юбилей тойын өткірмін. Сол саған жұғысты болсын. Юбилей көп, мақсат миың ашып жүре берсін. Денің сау болсын, бақытты болсын, бауырларың аман болып, солардың ішінде ойлап біліп жүре берсін. Той-тойға боласа берсін. Рахмет. Ағайын. Сәл тыныш отырайық та, сіздердің достар тілектеріңіз тыңдады. Бір-бірімізге құрметпен қарайық. Сіздер де тыңдаңыздар енді. Сәл тыныш сақтайық. Арақ деген атамыздан қалған ас емес. Сондықтан дегенмен де сәл тілектіңдер, келейін одан кейін аларсыздар. Ал тағы да әдемі ақтілікті жақсы ниет жалғастырайық. Енді сонау Астанадан жан-жақтан алтын уақыттарын бөліп, бүгін қуанышқа серік болып келген барша меймандарға осындай той жұғысты болсын, Құдай қаласа. Ал әдемі ақтілікті тағы да жалғастырайық. Жаңа Астанадан келсем, мен жаңа Тараздан келдім. Жамбылдан келдім, сен Таразға дейді, Таразда қоямын. Құрбым жаным, досым, намыс жасым, құтты болсын. Жасыңа жас қосыла берсін, бастарға бас қосыла берсін, дені сау болып. Жақсы әже атамы бер жаным. Немерен көп болсын. Үйінді балаларды отыра берсін, маржан. Осындай той жұқты бола берсін аттарының. Тойлай берейін. Рахмет. Ореге, Оразымызға. Қош келдіңіз. Келді? Biz hoş geldiniz. Ulan kutlu olsun, en sağ olsun. Nevelerim көп olsun, Құдай қаласа мынау. Баланың рахатын көріп, невелердің рахатын көріп. Осындай тойлар бола берсін. Осы тойларын жолға берейік, en sağ olsun. Рахмет. Күйеу бала дұшпан дейтін, ол өтірік негізінде. Күйеу бала дұшпан емес, данышпанның негізінде. Әбутәліп деген ағамыздан да бір осылай болсын. Әбеге, келіңіз. Қош келіңіз. Құрметті қонақтар, Ой, рахмет. Әбеге, айтқан жайың соңынан келе берсін. Үйдегі жеңгем ұры болғандай? Батыр? Әсет осы шықпай қапты осы дайын. Ойнап айтам, маған нағашы болып келеді екен. Дегенмен де сіз маған патша болып келетін болдыңыз ғой. Аман болыңыз, сізбенен құтты шығысты болсын. Ал тағы да Астанадан келген қадірлі қонақтарымыз. Қош келіп жатсыздар. Шығысты болсын. Ал, айтайық. Ішпеген кезде шық, айтайық. Туған күнің құтты болсын, жасыңа жас қосыла берсін. Кім айтты ғой, сен очень бақытты әйелсің, потому что осындай ұлың бар. Оған жеткен де бар, жетпеген де бар. Қандай келінің вообще сказка. Немерелерің енді шөбере ғой. И біз бәріміз свидетель болайық. Бақытты бол. Я тебе желаю женского счастья. Азайым от. Пендеш бұнда қос
қуаныш тойың құтты болсын. Бізде өте мейірімдісің ғой. Құдағилар, жақсы құдағиларымыз бар, өте мейірімді, ақылды. Біз сыйлаймыз Пернешті. Пернешті балаңның қызығын көрейін мен. Өте жақсы, Марат өте жақсы бала, тәртіпті бала мен. Соның қызығын көріп, рахим әпшелер бар, бауырларың бар. Суат ақаса бақыттысың. Тілеулесің, дүниеде бар жақсылық тілеймін. Рахмет. Бәрі айтса, кәдеге келіңіздер. Шынар ханым жалпы мінеге осы кісінің жолын бере берсін. Қашылыққа баруға Алла баршаңызға нәсіп етсін, Құда қаласа. Ниетіңіз қабыл болсын, ақ тілек өзіңізде. Кешәріп, қонақтар, Күлегүл, жасап айтқан туған құтты болсын, жасы ұзақ болсын, өшіріп отқаның қыздарына рахатын Құда қаласа, көпшіліктің тілеген тілеу Алланың бағына шалынсын. Баянды бақыт тілеймін өзіңе. Жан патрушкілері кішкентайынан бір өскен, бір партыға отырған. Ал, Бүгінгі туған құтты болсын, шын жүректен құттықтаймын, немеренің жасына туған құтты болсын. Ұлықтың қызының рахат жүргізіп, солардың мейіріне бөленіп, тек қана қуаныштан жүзінен күлкі арылмасын. Менің сау болсын. 70-80-90 жылдықтарын, 100 жылдықтарын баланы істеп береміз, құдай қаласа болған қызым. Қызымның бақыт бөліміне қойсы болай. Құдай қаласа 120 жасар. Әмин, тамаша. Тағы да тілек ниет айтатындар бар ма? Ол ма? Қосыламыз ба? Кәлеке, Фарида бар. Рахмет, әпше. Келмекіл әпше деймін, келін болып түскенде 88 жыл бұна апа қандай мен тамаққа шақырып, қатты араласып жүрдік. Кең пейілді адамдар бұл кісілер. Мынау құрдастардың тойы ең тамаша той ғой негізі. От души билейсің, құдағилардың тойына барасың, сызылып, сәлденіп, қайтып кетесің. От души жеп атыр, ішіп атыр, билеп атыр. Әпше жүзге келің, Астанада да сыйыңыз бар, ауылда да сыйыңыз бар. Бала шағаңыздың қызығын жұма күнде бәріңіз бірге көре беріңіздер. Тойларыңыз құтты болсын. Ой, рахмет. Қазір бәріміз айтайық. Қазір. Енді бір минут рұқсат болса, енді Пернегүл ханым сіздерді бір ұл бір қыз емес, арқасында мінеки Мараттың достары бар. Бұлар да сіздер ұл қыздарыңыз ғой. Осы кісілерден бір жігітпен бір қыз тілек айтсын, одан кейін ат души антрак билейік енді. Келе қойыңыздар. Біреуіміз бір екі кісі ортаға шықсын, қалғандары қосылсын. Оғандар келем дегенше тілек айтайық кәдеге. Келіңіздер, әпкелер. Пернегүл, бүгінгі күн сенің күні ғой. 60-қа жасқан туған күні құтты болсын. Осы жасында біреуін жаса. Құда қаласа Мараттың біреу деп неғып жібереді. Міне бір басы екеу болды, екеу үшеу болды. Сөйтіп 10 шақты ұл немерелер көбейіп, сен сол немерелердің жаңа өскенше бағып, қағып, шөбіре-шөпшек сөйтіп Аллахана мажалуға насып қылсын. Айда, келіңіздер. Мейлі, сөйле десе сөйлей беректі, әпше туған күніңіз құтты болсын, өміріңіз ұзақ, деніңіз сау болсын, немереңіз көп болсын. Құда қаласа енді шабыл тойында еліміз ғой, бір қорқындар бересіз ғой, сүт сөйлесем болды қақты тұру өзі. Мейлі, тойыңыз той болмаса берсін. Бақтығын қазір, сәл сабыр сақтайық. Мейлі, тосты берген екестанада рахмет. Осынша адамға сөз беріп, бәрін көңілінен шығатқан сізге алғыс айтамын. Пернегүл туған күнің құтты болсын, той-тойға ұласай берсін. Әрдайым осындай